әлеміне қадам басқан жас дарындар. Өзің көп уақыттан бері осындай жыр додаларына қатысып, өзіңнің бағыңды сынап жүрсің. Енді осы ретте жыр додаларында, осы мүшәйра бағытында қандай жаңашылдықтар бар? Қазіргі уақытта өзгеріс өте көп. Әсіресе біздің шығармашылық байқаулар 3 жыл сайын жаңарып отырады, жаңа бағыттар қосылып отырады. Бұны да айта кетсек болады. Одан кейін бізге мемлекеттік тарапынан берілетін қолдау жыл сайын артып келе жатыр. Оған да шүкір. Байқауларға қатысып жүрген жас өрендер бір-бірімен араласып тұратынын білеміз. Осы тұста осы байқауларға қатысып жүрген небір таланттар бар. Сол таланттар болашақта бірігіп, әдеби орта қалыптастырып, өнердің дамуына үлесін қаншалықты қоса алады деп ойлайсың? Орта қалыптастыру былайша адам баласына керек. Ол дамушы орта, әсіресе шығармашыл орта. Қазіргі уақыттың өзінде білетін бірлестіктер айта кетсек, қанат, тағы да басқа біздің осы Алматы дарыны болып, республикалық деңгейде Алматының атын қорғап жүрген балалар бір-өзімен жақсы араласамыз. Біздің бір жолымыз артта қалған өрендерге болашаққа үлкен үлесімізді қосып, тарихатымызды жазу, қазақтың әдебиетін, салтын, дәстүрін әлемге таныту, сол жолда бірге әдеби орта қалыптастыру үлкен үлес қосады. Осындай байқаулар жас буынды, жасөспірімдерді үлкен бір тұлға ретінде көруге атсалысады. Мұқағали Мақатаев оқулары, Абай оқулары айта берсе көп қой. Енді осындай байқаулар қазақ өнерін дамытуға өз үлесін қосып жатыр деп ойлайсың ба? Әрине, себебі бұл шығармашыл адамдардың өнерін одан ары қарай тереңірек түсінуге, ұлттық болашақты қалыптастыруға, одан кейін жасөспірімдерді осындай бір әдебиетке, шығармашылдыққа тәрбиелеуге жетелейді, әсерлері көп беретін. Соны өзіміз де сеземіз, байқаймыз, дамығанымызды көреміз. Поэма көңілді тебіренткен қуаныш пен күйзелткен қайғы мұңға толы оқиғалар желісі. Поэманы жаттау барысында ең бастысы кейіпкердің сезімін түсініп, оның қиындықтарын бірге бөлісіп, қуанышын ортақтасып, поэманы жан-тәнімен түсініп оқу. Поэманы жаттау барысында осыны ескерген жөн. Өмір бұл қиялмен ілесу, сіңірден үзілмей сіресу, тірлігің үшін деп тырысып, күндігің үшін деп күресу. Өмір бұл сынақтар жинағы, сырғақтар уақыт ұрлары, халіне қарата құрылған формула секілді тұлғалы. Өмір бұл үміттің бұлағы, бақыттың тұрақты тұрағы, жауабы жазылған сорыңның леп белгі қойылған сұрағы. Üzerinde жол сыймаған арнасына, жылға да жоқ даламен жалғасуға, тастан тұнған жаңбырдың тамшысындай, қалай біткен мына көл тау басына, қарайды, өлдірейді қарға шыңға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә? Қанша ғасыр өтті екен, қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен, қаншамадан, қанша шырша өсті екен, құлады екен, жетім көлге қараудан шаршамаған. Көріп тұрғандарыңыздай, Алматы қаласының абыройын арқалап, бірқатар республикалық байқауларда өнерімен өрге жүзіп жүрген жастардар қазақ өнеріне бейжай қарамайды. Осы орайда қазақ өнері өлмей, қазақ өнері дамый, қазақ өнері шабат дейміз.